бүгін Астанадан, өзіміздің осы ауылдан түлеп ұшқан 1978 жылы мектепті бітірген, негізі 8 жылдық мектепті 76 жылы бітіріпті. Бұл кісінің өмірбаянымен танысып отырсақ, Мұхаммед Рахим Құрсабаев. Мұхаммед Рахим Қадырбайұлына қош келдіңіз дейміз. Сізбен біз мақтанамыз, қуаныштымыз. Мектебімізге келіп, міне балалармен кездесу ұйымдастырып, сізді танысын деп осындай мақсатта кездесу ұйымдастырып жатырмыз. Қазір каникул уақыты болғандықтан балаларды кішкене жинау қиындау болып қалды. Одан да көп жинауға болушы еді. Енді біз кездесуімізді бастайық. Қысқаша ағамыздың өмірімен таныстырып кетейін балалар. Мұхаммед Рахим Қадырбайұлы Құрсабаев 1961 жылы осы Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы осы Қарақол ауылында дүниеге келген, көп балалы отбасында дүниеге келген бұл кісі. 1980 жылы туған ауылдағы мектептен аға пионер вожатый қызметті бастайды. 1980-82 жылдары Кеңес үкіметі әскер қатарында өзінің әскери борышын өтеп келеді. 1986-88 жылдары халықаралық Артек балалар орталығында тәлімгер болып жұмыс істейді. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің география, экология факультетін және Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының аспирантурасын бітірген. Алматыдағы өздерің білесіздер 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан. Енді айта берсек көп, қазіргі уақытта Астанадағы Еуразия университетінде жұмыс істейсіз. Енді балалардың өзіңізге дайындаған сұрағы бар. Енді осы кісімен емін-еркін әңгімелесіп отырсақ. Енді сөз кезегін өзіңізге берейік. Мен үшін бір күтпеген оқиға болды енді. Біріншіден мектеп басшысына өзіңе рахмет. Енді қазір университетте істесем де мектептен күдеріскен жоқпын. Көп нәрсе айтуға болады. Қайсыбірін айтайын. Енді балалар ұйымы деген болды. Пионер комсомол деп айтты. Бірақ бұл кезде оқуға түсу қиын болды. Мысалы кез келген жай орташа анау жоғары оқу орнына түсу үшін бір орынға 15-10 бала. Сонда 10 бала үшін біреу ғана түседі. Кез келген Семейдің педагогикалық институты бар. Алматы, Өскемен, қай жерге барса жоғары оқу орнына түсу деген өте қиын. Сосын біздің енді 11 бала өскесін, бізде ондай мүмкіндік болмады. Осында да келу керек. Мен үлкен апам Райфа Қыдырбай қыз деген қазір Талдықорғанда Жетісу мемлекеттік университетінің кафедра меңгерушісі, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының мүшесі, 70-тен асқан. Сол кісі маған көп және қолқабыс білдірді. Содан мен 7-ші сыныпта оқығанда мен Жаркент деген жерге апаммен бірге көшіп педагогикалық училище бітірдім. Содан кейін педагогикалық училищеден кейін институтқа түстім. Бірақ педагогикалық училищеден кейін мен Қарақолға келгім келді, ауылыма кішкене болса да бір көмек көрсетейін ба деп. Сол кезде 19 жаста болдым мен жұмыс бастағанда. Осы мектеп Қабыш Қаржыбаев деген директор школ болды. Сіз маған пионер вожатылық жұмыс боласыз деді. Енді ол кезде қыздар ғана істейді деп, маған мазақтайды ана кластастар. Сөйтсем оны негізі қыз балалар істейді екен. Содан мен аралап енді қайтемін жұмыстың қайсысы. Содан қалай болар екен деп, біз сол кезде мектепте театр аштым мен балаларға. Бізде мәдениет сарайымен жақсы жұмыс жасадық. Мәдениет сарайында Бақтыбек деген директор болды. Ол кісі біз балалармен театр ашып, осында бізде шопан балалар болды, мектеп интернат болды. Сол балалармен біз арнайы жасақ құрып, өлең айтатын, би билейтін, соларды алып автобусқа отырып аралап концерт қойып
сондай жұмысты бастадық. Мен үшін бір керемет кезең болды. Кейін артек бүкіл дүниежүзіне әйгілі қазір Қырым түбегі дейді, Ялта деген қала бар. Ол Ялтада артек деген балалар орталығы болды. Сонда бүкіл одақтық сол конкурсқа қатысып, осы Қарақолда мен жеңімпаз болып, сол артекке бардым. 3 жыл сонда болдым. Бүкіл сол жердегі шет елдердің барлығын аралап қайттық біз. Финляндияда болдық, Болгария, Румыния, ол кезде Чехословакия, Балқан түбегінде артекте дүниежүзінде ешкімге ұқсамайтын, дүниежүзінде ең ақылды, ең ержүрек, ең білімді балалар дайындау керек деген сондай заң қабылданған. Ол кезде Кеңес одағы дейді. Сол заң бойынша көп қаржы бөлінген. Сол жерде бізді қазақ тілінің ұмытып кетуіне қауіп төнді. Мен енді бірден артекте қалуға болады деп, бірден Алматыға бардым. Алматыға кеп, Атамекен деген балалар ұйымын құруға тура келді. Содан 7 желтоқсанда біз Атамекен деген балалар ұйымын құрдық. Қазақстандағы тұңғыш ұлттық балалар ұйымы болды. Сосын алашордалықтарды білесіздер. Алашорда үкіметі құрылғанда, оның үстіне тест сұрағында бар ма жоқ па? Қазақстанның бірінші астанасы қайсы дегенде, бәрі Орынбор дейді. Негізі тест бойынша бірінші астана Семей. Семей тәуелсіз ұлттық демократиялық қазақ мемлекетінің бірінші астанасы Семей. Алашорда үкіметінің ордасы болған жер. Енді ол 1 жыл, 2 жыл өмір сүрсе де, бірақ Мұхтар Әуезов, Әлихан Бөкейхан, Назиба Құлжанова, бүкіл біздің марғасқалар қазақ ұлттық мемлекет негізіп қалады. Биыл 100 жыл. Биыл тура 100 жыл болды, 2017 жылы. Алаш үкіметін бүкіл әлем мойындаған. Қазақ мемлекеті деп бүкіл әлем мойындаған сол кезде. Өйткені неге қазақ мемлекет деп мойындайды? Дүниежүзінде табиғатпен етене өмір сүрген халық кемде-кем. Суретші Әбілхан Қастеевтен сұрапты Москвада бір керемет бір адамдар. Сіз қалай сурет өнеріне әлемде келдіңіз десе, мені сурет әлеміне әкелген әжемнің әңгімесі, ауылдың түтіні, бұлақтың сылдыры, құстардың сайрағаны, жердің шөпті тербегені мені сурет әлеміне әкелді. Қандай сөз? Кейде балалардан сұрайын, балалар, сендер кім болғыларың керек деп сұрағанда, кейбір балалар, мен Бритни Спирс болғым келеді дейді. Біреулер айтады, мен терминатор болғым келеді дейді. Қысқасы, сендер ойларыңдар, кім болғылары керек. Бірақ сол Атамекен ұйымы, Атамекен балалар ұйымы қазақ ұлттық мемлекетінің негізгі концепциясына айналды. Мен мұғалімдерім керемет болды. Сол жылдары желтоқсан оқиғасының алдында атақты ғұлама ғалым осы жәнегі ұлттық Қаныш Сәтпаев атындағы ұлттық техникалық университет. Сондағы ғұлама ғалым сол адамдар дәрістері керемет болды. Сәбетқазы Ақатаев деген ағамыз